Бүгінгі ғылымда біле бермейтін мынандай құпия бар. Жаратқанның құдіреті кез келген адамның әлдеқашан қурап қалған сүйегі өз атасын жазбай таниды. Мысалы, өз туған атасының не әкесінің қанын қу сүйекке тамызса, сүйек сол бойды өзіне сіңіріп алады. Ал сүйек басқа адамдікі болса, қан шөлмектің бетіне тамған сияқты болып, қашан кепкенше тұрып қалады. Мынандай бір әңгіме айтып берейін. Катеке, деді таласпай. 1931 жылы алапат аштық болды. Адам қынадай қырылды. Көпшілігінің бетінде жасыра алмай қалдық. Мына жерде 7 адам бірге жатыр. Екеуі сіздің екі ұлыңыз. Өз қолыммен қатарлап қойдым, бірақ қай қатарда жатқанын айта алмаймын. Ұмыттым. Екі қарттың айтуы бойынша жас жігіттер қабірдің бас жағын ала қаза бастады. Зеден аса бір бас сүйек шықты. Топырағы тазартылған сары тап болған сүйекті алдына қойып, Катекең қалтасынан бәкісін алды да өз сұқ саусағының басын тіліп жіберді. Тамшылап аққан қанды бас сүйекке тамызды. Қан сүйекке тамшы болып тұрып қалды. Бұл менің ұлым емес, деді қарт. Екінші бас сүйек қазылып алынды. Қарт өз қанның бір тамшысын тамызған сәтте қан бас сүйекке құмға құйған судай сіңіп кетті. Сол сәтте Катекең: «Ботам, жаным, мен әкеңмін, әкең келді басыңа. Құдайдың бұл кездестіргеніне шүкір», деп бас сүйекті кеудесіне қысып алып, домалантып сүйе бастады да бүгіле берді. «Катеке, Катеке», деді таласпай. Катекең үзіліп кеткен екен. 28 жыл бойғы құпиясын дана қарт өзімен бірге ала кетті. Бірақ ол қан деген сөздің құпиясы мен құдіретін ашып кетті. Сейіт Кенже Ахметұлы. Көргенді айтайын ба, естігенді айтайын ба депті. Сонда сыншы тыңдаушысы көргенді айт. Себебі көрген шын, естіген өтірік депті. Алғашқы кісі өтірік пен шынның арасы қанша дегенде, әлгі сыншы екі арасы тым жақын. 4 ағелі, көзбен көрген шын, құлақпен естіген өтірік. Қазақтың келіндері орамалсыз жүрмеу керек? Жарығым, әйел орамал тақпаса, арын ұмытады. Күйеуінің барын ұмытады. Шашы тамаққа түседі. Өзіне келген қонақтың назары түседі. Ал сәлем салмаса ше? Сәлем салмаса, өзін сыйлайтын қайната, қайнағадан айырылады. Тегін батадан қайырылады. Келін міндетті түрде халат, ұзын көйлек, орамал киіп келін боп шауып жүру керек пе? Қызғалыптан әйел болуға көндіретін ол сәлемі, жат жұрттың алдындағы әдебі. Қыз күнін қиып, қыдыруын тиған қатын болады. Қатын болған адам қазанға, отқа жақын болады. Құрсағын кеңітіп, бала тапқан кең болады. 62 тамырын иіткен ана болады.